Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Бүгін сіздермен тағы да бір рецептпен бөлісемін. Баклажанды барлығы қуырып біледі деген ойдамын, дегенмен ерекше рецептпен бөліскім келіп тұр. Осылай баклажандарымыздың барлығын жуып аламыз алдымен. Сонан соң осылай ұзын-ұзын жағылып, немесе домалақ қылып та турауға болады. Маған осылай ұнағандықтан осылай турап жатырмын. Ұзынша пішінде турап аламыз. Ешқайда суға да салмаймыз, тұздамаймыз да, ештеңе жасамаймыз, тек турап дайындап қоямыз. Сонан соң осылай мен кабачкиден де тоже жасадым. Осылай сыртын ашып дайындап аламыз. Менде сыртын ашылмай да жасауға болады. Менде сырты солып қалғандықтан ашып тастадым. Бұны да баклажанның пішінімен бірдей турап алып, сонан соң 2 жұмыртқаны бөтен ыдысқа салып араластырамыз. Үстінен тұз салып, және де ұн салатын боламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Бөлек тарелкамызге осылай ұнды салып аламыз. Ол жаңа баклажан мен кабачкимізді батыруға. Енді газымызға сұйық майымызды құйып, қуыратын дайындап аламыз. Енді осылай баклажанды бірінші сол жұмыртқалы сұйықтыққа батырып, сонан соң ұнымызға малып алып, екі жағын қызып тұрған майымызға саламыз. Кабачкиді дәл солай пісіреміз. Бірінші жұмыртқаға, сонан соң ұнға малып аламыз, немесе кептірілген ұнтақ сухари болса, соған да батыруға болады. Екі жағын осылай қызартып, пісіріп алып, салфетканың үстінен осылай қоятын боламыз. Кабачкимізді дәл баклажан сияқты қуырып алып, оларды да барлығын осылай екі жағын қызартып пісіріп, салфетканың үстінен қоямыз. Бойындағы майлары салфеткаға сіңіп кетеді. Помидорларымызды жуып алып, осындай пішіндеп тураймыз, және майонезімізге чеснок араластырамыз. Дайын болған баклажан мен кабачкидің арасынан майонезімізді жағып, арасына помидор салып осылай ораймыз. Домалақ пішінде пісірсеңіздер, майонезді жағып, бетінен помидорды қоясыздар. Назарларыңызға рахмет. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, маған комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын барлықтарыңызға.